Не, 300 мың жиналды. Рахмет. Аз болып қалатын еді ғой полигон, поэтому үстінен тағы да миллион. Бір кішкентай бір қыз ауырып жатыр екен, негізі соған келген болатынбыз. Капучи осы болды еді. Осыны алып Hadi. Бәрін түсінеді, бірақ әділет жоқ. Бәрін түсінеді, бірақ бір аптадай бір жарым аптадай әжептәуір қаламызда бірден судырықсаған кезде бір күнде 10 рет ұстап қалып кейде. Судырықсаған кезде енді жылаймыз, қосылып бәріміз жақсы көреміз. Түнімен ұйықтамаймын, мен өйткені таңғы сағат 6-да жаздым Рожанғызға. Айттым, Рожанғыз дедім, мен Шымкентте сандалып жүрмін, осыған платный врач деп болды, әпше деп бір сөзімді қимай. көздері андай бәрін түсініп тұр ғой. Түсінеді, бірақ айта алмайды. Көзі үлкен адам сияқты қарайды екен. Иә, бәрін түсінеді. Ұялуды да біледі, мысалы. Міне бірінші топпыз, 18 жасқа дейін. Қалған бәрін жұмысымыз, не қыламыз. Енді емнің көмегі болса болғаны ғой деп жатырмын да мен ше. Жыламдай, қой. Кешіріңдер, жыламайын деген. Да и просто видит. Жоқ қой дейді, әрі өмір қойыңыз дейді, бірақ өзім ана болғаннан кейін кішкене бүйтіп сәл отырса деймін, екі жағын басып жүрсе деймін. Менен басқа ешкім жоқ, бейшарамын. Ешкімге білінбейді, күндіз тұрып мен білмейді, түнге қарай жүрегім ауырады. Біз бұндай нәрсемен онша айналыспайтын едім, но осы қыз көргеннен кейін почему-то Шымкентке еще келе жатқаннан кейін еще осы қызды прям приоритетке қойып бірінші осы жаққа келдім. Поэтому сіздерден көмек сұрап отырмыз. Сондай, осы керемет деген қыз жазылып кетеді деген ойдамыз. Бәрін түсініп, сезіп тұр, бірақ сөйлемейді екен, и жүрмейді екен. Раушан әкеге рахмет. Сізге осы апайдың номерін беріп, осындай қыз бар екен деді. Сосын мен что-то қатты көмектескім келіп қалды. Сөйтіп келіп тұрмыз. Есік ашық тұрған беді. Тамағын беріп отырсыз қойдым. Қанша сағат болды сонда біз салғанымызға вообще? 3-те салдық қой, 4 сағат болды. 3-4 сағатта бізде ақша жиналды. Соны сізге табыстайын деп. Біз жай ғана себепкер болып тұрып, 300 мың жиналды. Рахмет. Аз болып қалатын еді ғой полигон, поэтому үстінен тағы да миллион 600. Енді осы қыз кім келіп кетсін. Просто бізге отчетін жіберіп, осы қыз осы жерде деп тұрсаңыз, тағы да болашақта бұйырса көмектесеміз. Сол аудиториямызбен бірге. Қайтсын көмектесіп жандарында, рахмет. Рахмет. Жазылып кет. Себепкер болдым. Сіздерге де рахмет үлкен за поддержку. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Все, біз кеттік Шымкентке. Сау болыңыз. Пока.